Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Ұлы Гэтсби, роман. Аударған Заманбек Әбдешев, оқыған Гүлжазира Берікқызы. 4-ші тарау. Жексенбі күні таңнан жағалаудағы қыстақ шіркеулерінде қоңырау қағылғанда, күллі жоғары және орта деңгейдегі қауым Гэтсбиге барып, оның қонысын көңілді алаңға айналдырады. Ол бутлегер, яғни тыйым салынған заттарды сатушы деп сыбырлайтын ханымдар, оның коктейлін ішіп, және соның гүлдерін иіскеп отырып, фон Гиндербургтің жиені, әрі шайтанның немеренісі, және соны айтқан кісіні бұл өлтірген екен. Маған ана райхан гүлін жұлып жіберші күнім. Айтпақшы, ана хрусталь бокалға тағы бір жұтым құйып жіберші деп отырады. Мен бірде теміржол кестесінің жиегіне сол жазда Гэтсбиге келген қонақтардың аты жөндерін тізіп жаза бастадым. Кестеде 1922 жылдың 5 шілдесінен бастап жарамды деген мөр басылған. Өзі әбден ескірген, бүктелген жері қырқыла бастапты. Бірақ солғын тартқан жазулары әлі де оқылады. Және менің қарабайыр байламым бойынша, ол жайында тіпті ештеңе білместен Гэтсбидің қонақжайлығын пайдаланған қауымды көз алдыңа оңай елестетуге болады. Истектен ерлі-зайыпты Честер Беккер және Личилер келетін. Менің университеттегі танысым Бунзен деген біреу, дәрігер Уэбстер Сивет, өткен жазда Мэн штатында суға кеткен кісі де келетін. Сондай-ақ Хорнбимдер, әйелмен Вилли Уолтер және ылғида тобымен жүретін бөтен біреу жақындаса, ешкі тәрізді басын шайқақтататын Блэкбектердің тұтас әулеті. Исмей және ерлі-зайыпты Кристилер, дәлірек айтқанда мистер Кристидің зайыбымен Губерт Ауэрбах және Эдгар Бивер. Ол жайында бір кеште қараптан қарап шашы тегіс ағарып кеткен деседі. Ұмытпасам, Кларенс Эндаев та Истектен болуға тиіс. Өзін бір-ақ рет көрдім. Ол ақшыға қысқа шалбармен келіп, бағышынды Этти есімді алаяқпен төбелес шығарды. Аралдың арғы шетінен Чилдздер мен Шреддерлер және Джорджиядан Стоунуолл, Джексон Эбремс, Фишгард пен Рипли Снелл барлығы да әйелдермен келетін. Снелл оны түрмеге отырғызардан 3 күн бұрын сонда келіп, өлердей ішкені сонша, кіреберістегі сая жолда мас болып жатып, миссис Уиллисис Суэттің көлігі оның оң қолын басып кетті. Дэнси де күллі әулетімен сонда болған, және сол кезде 70-ке таяған Уайтвейт пен Моррис, Флинк және Хаммерхеттер, темекі импорттаушы Белуга мен Белуганың қыздары. Уэстектен Поулдар, Малреди, Сесил Роубе, Сесил Шон және штат сенаторы Гулик, Филмспарк Экселенс компаниясының басшысы Ньютон Оркид және Эххес және Клайд Коген, Дон Шварце, Артур Маккарти. Бұлардың бәрі кино саласында жүргендер. Ал тағы Кетлиндер және Бембергтер. Эрл Мелдун, кейіннен өз әйелін буындырып өлтіретін Мелдунның бауыры. Белгілі іскер Дафантано да осында келетін. Эд Легро, Джеймс Феррет және әйелмен Де Джонг, Эрнст Лилли бұлар карт ойнауға келеді. Егер Феррет бақ ішінде жалғыз қыдырып жүрсе, оны оңбай ұтылғаны. Демек ертең Associated Transport'тың бағасы шарықтап кетеді деген сөз. Клипспрингер деген біреу тым жиі және ұзақ қонақ болғандықтан пәтерші деген атқа ие болған. Шамасы өзінің басқа баспанасы да жоқ шығар. Театр әлемінен Гас Уэйс, Орис Онован, Лестер Майер, Джордж Даквит, Фрэнсис Булл келетін. Бұлардан өзге Нью-Йорктен Кромдар және Беххисондар, Деникерлер, Рассел Бетти, Корригандар, Келлихерлар, Дюарлар, Скеллилер және Белчер, жас Квинедер, Смеркелер және Генри, Пельметті да бар. Кейін ол Таймс-сквер станциясында метро пойызының астына секіріп кеткен. Бенни Макклеван 4 қызбен бірге келетін. Бірақ үнемі сол қыздар емес, олардың бір-біріне ұқсастықтары соншалықты кімге болса да оларды бұрын көргендей әсер қалдыратын. Аттары да есімде жоқ, әйтеуір Жаклин, Консуэлла, Глория, Джун немесе Джуди. Ал тектері гүлдердің немесе ай атаулары тәрізді естілетін, бірақ кейде танысу кезінде қандай да болсын ірі американ капиталисінің ата тегі аталады.
егер оның тегіне назар аударсаңыз, сізге оны ағатайым немесе туысқаным деген емеурін білдіреді. Сол жерден бір рет Фаустина О'Брайенді көргенім есімде. Сонымен қатар Бедекер Бикешті, соғыста мұрнына оқ тиген жас Бруверді және мистер Олбрексбергті, қалыңдығы мисс Хаакты, Ардит Фитцпитерсті, кезінде Американ легионын басқарған мистер Джуэт және миссис Клаудия Хип, оның тұрақты серігі де бар. Оны Бикештің жүргізушісі, өзі Ақсүйек дейтін, бәріміз өзін герцог деп атайтынбыз, ал аты жөнін ұмытып қалыппын. Осы адамдардың бәрі де жазда Гэтсбидің үйінде қонақ болатын. Бірде таңғы сағат 9-да Гэтсбидің сәнді лимузині тастық жолмен зуылдап, менің үйіме жақындағанын дабыл құрылғысының сазды әуенінен таныдым. Бұл шілденің аяқ кезі еді. Өзім Гэтсбиде 2 рет қонақ болдым. Оның гидропланына отырып, шақырып қоймаған соң жағажайына суға да түстім. Бірақ ол менің үйіме бірде-бір бас сұққан емес. Қайырлы таң, досым. Біз бүгін қаладан таңғы ас ішуге келістік емес пе? Міне сені алып кетуге келіп тұрмын. Ол американдықтарға тән қайран қаларлық еркін қозғалыспен көлігінің басқышында теңселіп тұр. Бұл сірә жас кезінде ауыр дене еңбегімен айналыспағандықтан және ең бастысы біздің жүйкеге тиетін жанталасқан спорттық ойындарымыздың анықталмаған әсем түрі болса керек. Бұл Гэтсбиде оның ұстамдылығына кесірін тигізетін мазасыздығынан байқалатын. Ол 1 минут тыныш отыра алмайды, аяғымен жерді тықылдатып, немесе жұдырығын бір ашып, бір жұмумен болады. Гэтсби менің машинаға сүйсіне қарағанымды байқады. Жақсы ғой, иә? Ол баспалдақтан жерге қарғып түсті. Сіз мұны бұрын көрмеп пе едіңіз? Мен талай рет көргем. Бұл маңайдағылардың бәрі осы машинаны білетін. Қою қаймақтың түсіндей, жарқырай никельмен көмкеріліп, абажадай корпусының ана жер мына жерінде бас киімге арналған бөлігі, тағамға арналған, құрал-сайманға арналған бөлімшелері бар, ойық лабиринттерде орналасқан қалқандарға күн сәулесі шағылысып тұр. 3 қатар әйнектің артындағы жасыл былғары отырғышқа жайғасқан біз Нью-Йоркке тартып кеттік. Осы айдың ішінде Гэтсбимен бірнеше рет кездестім. Бір өкініштісі, онымен сөйлесетін ештеңе жоғына көзім жетті. Алғашқы таныстықта ерекше адам ретінде қалдырған әсер біртіндеп көмескіленіп, ол мен үшін енді көрші орналасқан кереметтей мейрамхананың қарапайым қожайынына айналды. Енді міне мәнсіз сапар. Тіпті Уэстекке жетпестен Гэтсби өзін біртүрлі оғаш ұстағандай көрінді. Өзінің мінсіз жинақы сөздерінде аяқтамай, қарадай абыржыған кейіппен күйген қант түсті тыртысқан шалбарының тізесін қайта-қайта қаққыштай береді. Кенет мүлдем күтпеген сұрақ қойды. Жалпы мен жайында қалай ойлайсыз, досым? Тосыннан қойылған сұраққа не дерімді білмей, ұзын сонар бірдеңелерді тілге тиек етсем керек. Бірақ сөзімді бірден бөліп жіберді. Сізге өз өмірім жайында аздап айтып берейін. Әйтпесе қайдағы жоқ өсек аяң естіп, не ойларыңызды білмей жүрген шығарсыз. Демек, оның қонақ бөлмелерінде айтылатын қаңқу сөздер бұл үшін аса құпия емес сияқты. Менен естейтініңіздің бәрі таза шындық. Ол жазмыштың жазылуына даяр болуға шақырғандай қолын жігерлене сілтеді. Мен орта батыста дәулетті отбасында дүниеге келдім. Қазір олардан тірі қалған ешкім жоқ. Америкада өстім. Әулет дәстүрімен Оксфордқа оқуға кеттім. Ата-бабаларымның бірнеше буыны Оксфордта оқыған. Ол көзінің қиығымен маған қарап қояды. Ал мен Джордан Бейкердің бұған неге сенбегенін түсінгендей болдым. Оксфордта оқыған деген сөз өзіне қиын екенін білетіндей жұтынып па, түйіліп пе асығыс айтты. Осы күдік айтқанының күшін жойғандай болды. Оны тыңдаған мен, мұның өмірінде шын мәнінде әлде бір жасырын құпиясы жоқ па екен деген ойда қалдым. Өзіңіз қай қаладансыз деп сұрадым, немқұрайлы түрмен. Сан-Францискоданмын. Жақын туыстарымның бәрі қайтыс болып, дәулеті маған қалды. Бейне бір Гэтсби әулетінің мезгілсіз қазасынан әлі күнге қиналып жүргендей бұл сөзі салмақты әрі қайғылы естілді. Мені ақымақ етіп тұрған жоқ па деген оймен бетіне қарадым да, бұл ойымнан айнып қалдым. Еуропа астаналарын аралай бастадым. Парижден Венецияға, Венециядан Римге дегендей, жас Раджаның өмірін кештім. Асыл тастар жинадым. Ең бастысы лағыл тас. Ірі аңдар ауладым.
Өзім үшін аздап сурет салу өнерімен айналыстым. Қысқасы, көп жыл бұрын басымнан өткен жан күйзелткен оқиғаны ұмытуға тырыстым. Сенімсіз кейіппен күліп жіберуге шақ қалдым. Осы бір ескірген әңгіме көз алдыма тірі адамды емес, жыртығынан ағаш ұнтаған саулатып, Булон тоғайында жолбарыс аулап жүрген шүберек қуыршақты елестетті. Ал содан кейін соғыс басталды. Мен тіпті соған қуандым, досым. Ылғи да бораған оқтың астына ұмтылдым. Бірақ дуалап қойғанда ешқандай оқ дарымады. Майданға аға лейтенант боп кірген едім. Аргонна орманында пулемет батальонының қалған әскерімен алға шыққанымыз сонша, біздің қанатта жаяу әскер шабуылға шыға алмайтын жарты мильдей саңылау қалыпты. Сол жерді 130 адам 16 пулеметпен 2 күн 2 түн ұстап тұрдық. Ақырында біздің адамдар келіп жеткенде, қадам басқан сайын өлгендердің киіміндегі белгісіне қарап, 3 неміс дивизиясының солдаттарын танытты. Мен майор дәрежесін алып, барлық одақтас державалардың ордендерімен марапатталдым. Тіпті Адриатика жағалауындағы кішкентай Черногорияда маған орден жіберіпті. Кішкентай Черногория. Ол осы сөзді алақанды аялап ұстап отырғандай жымия күліп қойды. Оның осы жымиысы Черногория корольдігіне арналып, Черногор халқының ерлігіне қолдау білдіргендей көрінді. Бұл саяси жағдайлардың күллі тізбегіне берілген баға еді. Соның бірі Черногорияның жомарт жүрегінің осы бір тартуы еді. Менің сенімсіздігім сүйсінуге жалғасып, ондаған суретті журналды парақтап шыққандай күй кештім. Гэтсби менің алақаныма қалтасынан алып, жібек баулы металл зат салды. Міне, Черногориядан. Орденнің шынайы көрінгеніне таң қалдым. Шетіне Ордереди Данило Монтенегро Николас Рекс деген сөз ойып жазылыпты. Сыртқы жағын қараңызшы. Майор Джей Гэтсбиге ерен ерлігі үшін дегенді оқыдым. Ылғида өзіммен бірге алып жүретін тағы бір затым бар. Оксфордтағы күндерімнің естелігінен. Тринити колледж ауласында түсірілген. Менің сол жағымдағы қазір граф Донкастер. Фотосуретте спорт күртесін киген бірнеше жас жігіт қақпа арқасының астында жайбарақат тұр. Арт жағынан сүңгілердің тұтас орманы көзге ұрады. Мен қолына крикет таяғын ұстаған Гэтсбиді бірден таныдым. Қазіргіден сәл жастау көрінді. Демек, ол шындықты айтқан болып шықты. Маған оның үлкен арна сарайы бөлмелеріндегі мың құбылған жолбарыс терісі елестеді. Жаралы жүрегіндегі дертін басу үшін лағыл тастар толы қобдишасына еңкейіп тұрған оның бейнесі көз алдыма келді. Бүгін сізге бір өтініш жасамақпын, деді ол, кәде сыйлықтарын қалтасына салып. Сол себепті өзім жайында айтқанды жөн көрдім. Мен туралы бөтен бірдеңе ойлап қалмасын дегенім ғой. Түсінемісіз, төңірегімде ылғи да бөтен адамдар жүргеніне үйренгенмін. Үнемі ана жерден мына жерге қоныс аударып, басымнан өткен сол бір күйінішті жағдайды естен шығаруға тырысамын. Ол сәл бөгеліп қалды. Соны сіз бүгін білетін боласыз. Таңғы ас кезінде ме? Жоқ, кейінірек. Мен сіздің мисс Бейкерді плазаға шай ішуге шақырғаныңызды кездейсоқ білдім. Сол мисс Бейкерді ұнатып қалдым дегіңіз келмей ме? Жоға, о не дегеніңіз, досым? Бірақ мисс Бейкер сізбен менің ісім жайында сөйлесуге келісімін берді. Оның қандай іс екенін білмедім, бірақ әуесқойлықтан гөрі өкініш сезілді. Джорданды тіпті де мистер Джей Гэтсби жайында әңгімелесуге шақырмаған едім. Мұның осы өтініші түкке тұрғысыз екеніне титтей де күмәнім болмады. Тіпті бір сәтке осы шектен тыс қонақжай үйдің табалдырығынан алғаш аттаған күнге өкінген жайым бар еді. Ол әрі қарай ләм-мим демеді. Біз қалаға жақындаған сайын тіптен томаға тұйық бола түсті. Қызыл белдеулі мұхит кемелері тұрған Порт Рузвельттің қасынан өте шықтық. Біз жұпыны қала шетіндегі тас төселген жолдармен құйғытып, 900 жылдардың алтын жалатқан, бүгінде оңа бастаған маңдайшайлы, қараңғы, бірақ қараң-құраң адамдар жүрген барлардың тұсынан өттік. Бұдан соң екі жағымыздан қож аймағы ашылып, мен жанармай бекетінде барын сала еңбектенген миссис Уилсонды көріп қалдым. Керіле жайылған құс қанаттары секілді айналаға жарық сәулесін шашып, Асторияның тең жарымынан өте шықтық. Әлі тек жарымынан ғана. Жерүсті жолдарының тіреу бағандарының арасынан ирелеңдеп келе жатқанда, мотоциклдің гүрілдеген таныс үні естіліп, бізді ашулы тәртіп сақшысы қуып жетті. Ештеңе етпейді, досым, деді Гэтсби дауысын шығарып.
Біз тоқтадық. Ол әмияннан әлде бір ақ карточканы суырып, тәртіп сақшысының танауының астына бұлғап қойды. Бәрі де дұрыс, деді анау, саусағын телпегіне тигізе беріп. Бұдан былай сіздің машинаңызды танитын болдым, мистер Гэтсби. Кешірім өтінем. Сіз оған не көрсеттіңіз, деп сұрадым. Оксфордтағы фотосуретіңізді ме? Құқық қорғау органы бастығына бір септігім тиген. Содан бері ол Рождество сайын маған құттықтау хатын жолдайды. Міне Квинсборо көпірі. Биік фермалар жақтауынан сығалаған күн сәулесі зулаған машиналар бояуына шағылысады. Ал өзеннің ар жағында біреулердің өз қалауымен ақша салып, тұрғызған алып ақ қанат шақпақ түстес қала көзге түседі. Квинсборо көпірінен шаһарға қарағанда, оны тұңғыш көргендей әсерге бөленесің. Ол саған алғаш рет барлық құпиялары мен сұлулығын алдыңа жайып салатындай көрінеді. Жанымыздан гүлге көмілген катафалкіде мәйіт өтті. Оның соңынан перделерін түрген екі күйме және достары мен таныстарына арналған аса жабырқау көрінбейтіндей бірнеше көлік ілесіп барады. Көздеріне қайғы-мұң ұялаған, үстіңгі еріндері келте біткен достары оңтүстік-шығыс Еуропаның тумалары сияқты. Гэтсби машинасының кереметтей көрінісі аз да болса, олардың көңілдеріндегі мұңды сергіткеніне қуандым. Блэквеллс Айлендте бізге ақ нәсілді жүргізуші басқарған лимузин жолықты, ал арт жағында әлем-жәлем киінген 3 зәңгі екі жігіт пен бір қыз отыр. Олар бізге тәкаппарлана бәсекелес кейіппен бақырая қарағанда еріксіз күлкім келді. Ақыры мына көпірден өткен екенбіз, енді бәрі де болуы мүмкін деп ойладым мен, және бәрінің де басынан өтуі мүмкін. Тіпті ол Гэтсби болса да ешкім таңғалмас еді. Күн қайнап тұр. Біз 42-ші көшедегі жақсы желдеткішімен аты шыққан жертөледе жолығып, тамақтануға уәделескенбіз. Шақырайған күннен көзімді аша алмай жыпылықтатқан мен ақырында Гэтсбиді көрдім. Ол вестибюльде біреумен сөйлесіп тұр екен. Мистер Кэрруэй, танысып қойыңыз, мархабат, менің досым мистер Вулфшвим. Орта бойлы, жалпақ мұрын еврей танауындағы бітік өскен қылдары сорайып, басын көтеріп маған тесіле қарады. Сәлден кейін ала көлеңкеде сығырайған екі көзін байқадым. Мен оған бір-ақ рет қарадым, деді Вулфшвим менің қолымды қаттырақ қысып. Ал ол не істеді деп ойлайсыз? Не, дедім сыпайы үнмен. Бірақ сірә бұл сауал маған қойылмаған сияқты. Ол дереу қолымды босатып, ерекше танауын Гэтсбиге қарай бұрды. Ақшаны Кэтсбоға ұстаттым да, Кэтсбо, анау аузын жапқанша оған соқыр тиын да төлемеңіз, дедім. Ол бірден тілін тістей қойды. Гэтсби екеумізді қолтықтап мейрамхана залына апарды. Сөзін жұтып қойған мистер Вулфшвим ұйқылы ояу кейіпке түскендей еді. Сіздерге 3 хайбл ма, деп сұрады бастаяшы. Тәуір орын, деді мистер Вулфшвим, төбедегі пресвитериан нимфаларына қарап отырып. Бірақ өз басым жолдың ар жағындағысын қош көремін. Иә, хайбл, деп басын изеген Гэтсби Вулфшвимге қарсылық білдірді. Жолдың ар жағындағының іші тым қапырық және тар екені рас, деді мистер Вулфшвим, бірақ есесіне қаншама естеліктер ойға оралады. Жолдың ар жағындағы қай мейрамхана, деп сұрадым. Ескі метрополь, деп ойлы кейіппен соза сөйледі мистер Вулфшвим. Ол жерде енді еш уақытта көрмейтін көптеген тұлғалар бар. Өлген, енді қайта тірілмейтін көптеген достарымыз. Сол жерде Рози Розентальды атып кететін түнді өлгенше ұмытпаспын. Дастархан басында 6 едік. Рози бәрімізден көп ішіп жеді. Сөйтіп таң алдында оған даяшы келіп, сізді вестибюльде біреулер сұрады, деді. Ал өзінің түрі маған онша ұнамады. Қазір барайын деген Рози орнынан тұрғанда мен кедергі жасадым. Құлақ сал, Рози, деймін оған. Егер қайдағы бір сұмырайларға қажет болсаң, өздері осында келсін. Саған барудың керегі жоқ. Сен бармайсың, айтқаным айтқан. Сағат 5 болып қалған. Егер терезенің перделері болмаса, төңірегіміз шамсыз да жап-жарық болып кетер еді. Сонымен ол барды ма, деп сұрай салдым. Әрине барды, деді мистер Вулфшвим, маған танауын жақтырмай бұрып. Есікке жете бере артына бұрылып, даяшы, менің кофемді алып кетпесінші, деді онымен қоймай. Жаяу жолға түскені сол екен, оның тамақ толы қарнына шоқ қадаған машина құйғытып ала жөнелді.
Дегенмен төртеуін соңынан электр отырғышына отырғызды емес пе, дедім әлгі хикая есіме түскенмен. Беккерді қосқанда бесеуін. Жүнтанау маған назар аударды. Естуімше, сіз осы іскерлік байланыстарға қызығушылық танытатын сияқтысыз. Әңгіменің басқа жаққа ойысқанына таңданғаннан сасып қалдым. Мен үшін Гэтсби жауап қатты. Жоқ, деді ол дауыс шығып кетіп. Бұл ондай емес. Ондай емес пе? Мистер Вулшвим көңілі қалғандай күйдеді. Бұл жай менің досым, бүгін ана іс жайындағы әңгіме болмайды деп сізге айттым емес пе? Кешіріңіз онда, деді мистер Вулшвим. Сізді басқа біреумен шатастырдым. Көкөніс қосып бұқтырылған дәмді ет келді де, ескі метропольдің артықшылықтарын естен шығарған мистер Вулшвим ашқарақтана апыл-ғұпыл тамақ жеуге кірісті. Дегенмен ол қырағы көзімен жайлап, мейрамхана залын тегіс шолып өтті. Тіпті арт жағында отырғандарға да бір қарап қойды. Шамасы, егер мен отырмағанда, үстелдің астына үңілуі де ғажап емес еді. Құлақ салшы, досым, деді маған еңкейе берген Гэтсби. Таңертең машина ішінде маған ашуланып қалған жоқсыз ба? Тағы да таныс жымиысты көргеніммен, бірақ бұл жолы онша иіліге қойған жоқпын. Жұмбақтағанды ұнатпаймын, дедім. Өзіңізге не керегін ашық айтпайсыз ба? Бұған мисс Бейкерді араластырудың қажеті не? Жоға, қайдағы жұмбақ, деп қарсылық білдірді ол. Біріншіден, мисс Бейкер жоғарғы санатты спортшы. Мұнда бір кілтипан болса, ол еш уақытта келіспес еді. Ол кенеттен сағатына қарады да, мені мистер Вулшвимнің қасына қалдырып, орнынан ұшып тұрып жүгіре жөнелді. Телефонмен сөйлесуге кетті, деді мистер Вулшвим, оны көзімен ұзата салып. Тамаша адам ғой, иә? Сымбатты, өте өнегелі азамат. Иә, өзі Оксфорд бітірген. Англиядағы Оксфорд университетін тәмамдаған. Оксфорд университеті дегеннің не екенін білетін боларсыз? Бірдеңе естігем. Әлемдегі ең атақты университеттердің бірі. Өзіңіз Гэтсбиді көптен білесіз бе, деп сұрадым. Бірнеше жыл болды, деді ол мақтанышпен. Соғыс біткен соң танысқам. Бір сағаттай сөйлескенде алдымда тәрбиелі адамның тұрғаны белгілі болды. Міне, дедім өз-өзіме. Мұндай адамды үйге шақырып, шешеммен және қарындасыммен таныстырсам жақсы ғой. Ол үнсіз қалды. Байқаймын, менің жеңіл кегімнен көз алмайсыз. Оған қарау тіпті ойыма да келмеген, бірақ мына сөзінен кейін еріксіз көзім түсті. Жеңілгегі піл сүйегінің қисық кесектерінен, бірақ өте таныс пішінде жасалыпты. Кәдімгі аттың тісі, деді ол іле жауап қатып. Таңдаулы экземпляр. Шынымен де, мен жақынырақ қарадым. Қызық шешім екен. Иә, ол бешпентінің жеңін тартқыштап қойды. Иә, Гэтсби әйел затына аса талғампаз, досының зайыбына көз қырын да салмайды. Соншалықты сенім артқан адамды біздің дастарханға қайтып оралған бойда мистер Вулшвим кофесін төңкерешіп, орнынан тұрды. Көңілді бас қосуымызға көп рахмет, деді ол. Ал енді көп отырып мазаламас үшін жөнімді табайын, жас жігіттер. Қайда барасыз, Мэйр, отыра беріңіз, деді Гэтсби аса қолқаламастан. Пейіліңізге көп рахмет, бірақ біз әр алуан толқынның адамдарымыз ғой, деді көңілді кейіппен. Сіздердің өз әңгімелеріңіз бар, спорт, би кештер. Қолын қайта сілтеуі айтылмаған сөздің орнын толтырды. Ал менің жасым 50-ден асты, сондықтан бұдан әрі сіздерге кедергі келтіргім келмейді. Ол қоштасып шығар есікке бара жатқанда, оғаш танауы сәл дірілдегендей көрінді. Мен оны байқаусызда ренжітіп алған жоқпын ба, деп қуыстандым. Өзінің кейде осындай мінезі бар, деді Гэтсби. Жалпы Нью-Йорктегі белгілі тұлға, Бродвейдің өз адамы. Өзі кім, актер ма? Жоқ. Тіс дәрігері ме? Мэйр Вулшвим бе? Жоға, ол ойыншы. Гэтсби сәл үнсіз қалып, салқынғанды пішінмен былай деді. 1919 жылы World Seriesде ана бір қызықты жасаған осы. Мен тас боп қатып қалдым. Әрине, World Seriesдің бейсбол жарыстарындағы алаяқтық есімде, бірақ оған тым бас қатырған емеспін. Тіпті ойлаған күнде де әлдебір оқиға тізбегінің соңы өз-өзінен болатын жайт деп түсінген едім. Сейф бұзатын тонаушының тәсілімен 50 миллион адамның сеніміне бір кісі селкеу түсіреді деген ойыма кіріп те шықпаған еді. Сонда оны қалай істеген, деп сұрадым. Жағдайды пайдаланған, бар болғаны осы. Неге түрмеге отырғызбаған? Ештеңені дәлелдей алмапты, досым. Мэйр Вулшвимді оп-оңай қолға түсіре алмайсың. Мен шотты өзім төлеймін деп болмадым. Даяшыдан қалған ақшамды ала беріп,
Адамға лық толы залдың арғы түкпірінен Том Бьюкененді көзім шалды. «Танысыммен амандасуым керек», дедім мен. «Бірге жүріңіз, 1 минуттың ісі ғой». Бізді көрген Том орнынан атып тұрып, бірнеше қадам қарсы жүрді. «Қайда жоғалып кеттің?» деді ол даусы саңқ етіп. «Тым құрғанда телефон соқпайсың». Дейзи қатты ашулы. «Мистер Гэтсби, бұл мистер Бьюкенен». Олар бір-біріне қолын ұсынды. Кенет Гэтсбидің жүзі құбылып, қарадай ыңғайсызданған кейіп танытты. «Жалпы қалың қалай?» деп сұрады Том. «Осынша алысқа сені не қуып келді?» Мистер Гэтсби екеуміз осында таңғы ас іштік. Артыма қарасам, сол екі арада мистер Гэтсби көзден ғайып болыпты. Бірде 917 жылдың қазан айында, арада бірнеше сағат өткен соң, Плаза мейманханасының мейрамхана бағындағы арқалығы тік отырғышына қаққан қазықтай жайғасқан Джордан Бейкер маған әңгіме айтып отырды. Мен жаяу жүргінші жолынан әлсін-әлсін көгалға шығып, Луисвилл көшесімен келе жатқан едім. Аяғыма жұмсақ топыраққа кіріп кететін өкшесі резеңке істікті ағылшын туфлиін кигендіктен маған көгалмен жүрген қатты ұнайтын. Сондай-ақ үстімдегі кереге көз жаңа бүрмелі белдемшем желмен үрлет. Онымен қоса қасбеттегі қызыл-ақ көк жалаулар сымдай тартылып сарт-сұрт етеді. Ең үлкен жалау және ең ауқымды көгал да Дейзи Фэй тұрған үйде еді. Ол кезде 18-де, менен 2 жас үлкен. Күллі Луисвиллдегі бірде-бір бойжеткен онымен теңесе алмайтын. Үстіне ақ көйлек киетін, өзінің кішкентай 2 орындықты ақ түсті автомобилі болды. Үйінде күні бойы телефон дамылсыз шырылдап, Кэмп Тейлорлық жас офицерлер кешті онымен бірге өткізуге өлердей құмартатын еді. Тым құрғанда 1 сағат. Сол күні оның үйіне жақындай бергенде, жол шетінде тұрған ақ автомобильді және ішінде маған бейтаныс лейтенанттың қасында отырған Дейзиді көрдім. Екеуінің бір-біріне үздіге қалғаны соншалық, өзі мені небәрі 3 қадамдай қалғанда бірақ байқады. Джордан!» деп күтпеген жерден дауысы шығып кетті. «1 минутқа бері келші». Оған қажет болғаныма ішім жылып қалды. Өзімнен жасы үлкен құрбыларымның ішінде маған ең тартымдысы осы қыз еді. Ол менен «Талшық түту үшін Қызыл Крестке бара жатқан жоқсың ба?» деп сұрады. Мен «Я» дедім. «Бәлкім, бүгін мені сол жердегілер күтпесін деп айта саларсың». Ол сөйлеп тұрғанда офицер одан көз айырмады. Қашанда болсын өзіне біреудің тап осылай қарағанын кез келген қыз армандайтын шығар-ау. Бұл маған аса романтикалық боп көрінгендіктен есіме сақталып қалды. Әлгі офицердің аты жөні Джей Гэтсби еді. Содан бері 4 жыл ішінде ізін қайтып көрмедім. Ал Лонг-Айлендте кездескенде оның тап сол Гэтсби екені ойыма кіріп те шықпапты. Бұл 917 жыл болатын, ал келесі жылы маған да ынтық біреулер табылды. Сонымен қатар спорт жарыстарына қатыса бастадым да, Дейзи екеуміз тіптен сирек кездесетін болдық. Ол егер көңіл көтерсе, жасы үлкенірек басқа топқа қосылатын болды. Қыстың күні мұхиттың ар жағына кетпек болған бір әскеримен қоштасу үшін Нью-Йоркке баруға шабаданын жинастырып жатқанын шешесі көріп қойыпты деген тағы бір қаңқу сөздер естілді. Әрине, оны жібермеген. Содан бірнеше апта бойы үйінде ешкіммен сөйлеспей қойыпты. Содан кейін әскерилерді жанына жақындатпай, ортасы көзі алыстан көрмейтін немесе майтабан болғандықтан әскерге жарамсыз жас жігіттерден құрылыпты. Күзге қарай ол тағы көңілді де ақжарқын бұрынғы Дейзиге айналды. Татуласудан кейін оның алғашқы сауық кеші болды. Сөйтіп ақпан айында Жаңа Орлеаннан келген біреумен атастырылғаны жайында әңгіме гуледі. Ал маусымда Чикаголық Том Бьюкененге тұрмысқа шықты. Олардың үйлену тойы Луисвиллде өмірі болмаған сән салтанатпен өтті. Жүздеген қонақпен арнайы 4 вагонмен келген күйеу жігіт Мюльбах мейманханасының түгел бір қабатын жалға алып, той қарсаңында қалыңдыққа құны $350,000 тұратын інжу алқаны сыйға тартты. Мен қалыңдықтың құрбысы едім. Үйлену тойы басталар алдында жарты сағат бұрын бөлмесіне кірсем, гүл көмкерген көйлегімен төсегінде жатыр. Өзі өлердей мас. Бір қолында француз шарап шөлмегі, ал екінші қолында әлдеқандай бір хат. «Құттықта мені», деді міңгірлеп. «Өмірімде алғаш рет тойып іштім. Неткен керемет десеңші».
Не боп қалды, Дейзи? Шынымды айтсам, шошып кеттім. Еш уақытта оны мұндай халде көрген емеспін. Міне, мархабат. Ол қоқыс салатын себеттен інжу алқан алды. Мынаны тиісті адамына тапсыр да, Дейзи айнып қалды деп айт. Барлығына Дейзи айнып қалды деп айт. Ол көз жасына ерік беріп солқылдап жылады. Мен бөлмеден атып шығып, оның шешесінің күтушісін тауып алдым. Есікті бекітіп, Дейзиді суық су құйылған ваннаға итеріп кіргіздік. Ол қолындағы хатынан сонда да айырылмады. Сөйтіп, дымқыл жентек болғанша қағазды қолына қысып ваннада отырды. Тек үгітіліп кеткен соң ғана сабын салғышқа салуыма мүмкіндік берді. Содан кейін бір ауыз сөз айтқан жоқ. Біз оған мүсәпір спиртін иіскетіп, басына мұз кесегін қойдық. Көйлегін қайта кигіздік. Жарты сағаттан кейін ол менімен төменге түскенде, інжу алқасы мойнында жарқырап тұрды. Қысқасы, бұрқ ете түсуге шақ қалған шатақ басталды. Ал ертеңіне күндізгі сағат 5-те Том Бьюкененмен некесін қидырып, оңтүстік теңізге саяхатқа аттанып кетті. Мен қайтар жолда оларды Санта-Барбарада жолықтырдым және оның күйеуін осыншалық дәрежеде сүйетініне тіптен қайран қалдым. Жолдасы бөлмеден 1 минутқа шығып кетсе, бұл мазасыздана жан-жағына жалтақтап, Том қайда деп сұрап, ол келгенше ішкен асы бойына сіңбейді екен. Оның басын өзінің тізесіне қойып, сағаттар бойы жағажайда отырып, саусақтарымен қабағын сипалап, оған қараудан жалықпайтын сияқты. Бұл тамыз айында болған. Ал мен Санта-Барбарадан кеткен соң бір аптадан кейін Том түн ортасында Вентур жолында жүк көлігін соғып, машинасының алдыңғы доңғалағы жұлынып кетіпті. Қасында бірге келе жатқан қыз да газетке шықты. Оның қолы сыныпты. Өзі Санта-Барбара мейманханасының қызметшісі екен. Сәуір айында Дейзи қыз туып, олар 1 жылға Францияға кетіп қалды. Мен оларды арасында біресе Каннада, біресе Давильде кездестірдім. Одан кейін үйлеріне оралып, Чикагода тұрды. Чикагодағылардың Дейзиді білетінін, тіпті жақсы көретіні есіңізде болар. Оның төңірегіне ылғи жеңілтек, істейтін ісі жоқ, дәулетті жастар, дыр-думанмен уақыт өткізетіндер топтасты. Алайда Дейзи өз беделіне нұқсан келтірмеді. Бәлкім, бұл оның ішпегендігінен шығар. Айналаңның бәрі мас болғанда, жалғыз өзің сау жүруде үлкен артықшылық қой. Жөнсіз бірдеңе айтып қоймайсың. Егер бірдеңе жасағың келсе, ешкім ештеңе байқамайтын, немесе шаруасы да болмайтын уақытты таңдай аласың. Бәлкім Дейзиді мұндай оқиғалар қызықтырмағанда шығар, дегенмен оның даусынан жұмбақ бірдеңе сезілетін. Сөйтіп, осы уақыт ішінде алғаш рет 1,5 ай бұрын ол аяқ астынан Гэтсбидің атын естіген. Есіңізде ме? Сіз Уэстсекке тұрамын дегенде, мен сол жердегі Гэтсбиді танисыз ба деп сұрап едім ғой. Сонда сіз үйіңізге қайтып кетпес бұрын ол бөлмеге келіп мені оятып, әлгі Гэтсби дегеннің түр-келбеті қандай еді деп сұрады. Мен ұйқылы ояу күйімде оны бірдеңе етіп сипаттаған соң, құрбымның даусы құбылып, сірә сол бір кездегі танысым болуға тиіс дегенді айтты. Тек сонда ғана оның ақ түсті автомобиліндегі офицер есіме түсті. Джордан Бейкер маған осы хикаяны баяндағанда, біз плазадан шығып, ашық машинамен орталық саябақтың жолымен келе жатқанбыз. Күнбатыс жақтағы 50-ші көшедегі кино жұлдыздардың биік үйлерінің артында жасырынған қапырық ымыртта ән салған шегіртке секілді балалардың дауыстары әнге басты. Мен арабтың шейхы, сүйемін сені көріктім, өзің ұйықтап жатқанда сәйгүлікпен келіппін. Қызық сәйкестік, дедім мен. Тіпті де сәйкестік емес, сонда қалай? Дейзи шығанақтың ана бетінде жақын маңда тұрғандықтан Гэтсби мына үйді әдейі сатып алған. Демек, сол маусым кешінде жігітті тек жұлдыздар ғана арбамағаны ғой. Кенет ол өзінің мәнсіз сән салтанатының қабағын жарып шығып, менің алдыма тұра қалғандай күй кештім. Оның сізден өтінейін дегені, деп сөзін жалғады Джордан. Бәлкім ретін тауып Дейзиді қонаққа шақырып, көршіңіздің де өзіңізге 1 сағатқа кіріп шығуына мүмкіндік берерсіз. Мен мына өтініштің осыншалық қарапайымдылығына қайран қалдым. Ол бақандай 5 жыл бойы күтіп, ертегідегідей жарқылына тас тұстан кездейсоқ шыбын шіркейлер үймелейтін вилла сатып алыпты. Осының бәрі бөтен біреудің үйіне 1 сағатқа кіріп шығу мүмкіндігіне қол жеткізу үшін ғана екен. Былай қарағанда түкке тұрғысыз өтініш үшін
осының бәрін маған жайып салудың не қажеті бар еді? Ол қысылады, өйткені осынша уақыт күтті ғой, және сіз ренжіп қала ма деп тағы жасқанады. Сайып келгенде, егер тереңірек үңілсек, ол парасатты, жабайы неме емес пе? Бұл жерде дұрыс емес бірдеңе бар. Осы кездесуді ұйымдастыруды сізден өтінгені анағұрлым оңай еді ғой. Ол өзінің үйін көргенін қалайды деп түсіндірді Джордан. Ал сіз көршісісіз. Меніңше, күндердің күнінде бір кеште қыз оның қонақжайына келер деп күткен секілді, деп сөзін жалғады Джордан. Бірақ оның реті болмаған. Ол жұртпен әлгі қыз жайында сөйлесіп, ортақ таныстар табуға тырысып жүргенде мен кездестім. Міне сөйтіп ол маған өтінішін білдірді. Соның вилласында өзіңізбен жолығатын кеш есіңізде ме? Мән-жайды жеткізем дегенше, ананы бір, мынаны бір айтқанын естісеңіз ғой. Мен әрине Нью-Йоркте таңғы ас ішуді ұсынып едім, ол бірден бас тартты. Маған ешқандай оғаш кездесудің қажеті жоқ деуден танбайды. Оны тек көршімнің үйінде қонақта көргім келеді. Мен сіздің Томмен таныс екеніңізді айтқанымда, ол әлгі ойнанды айнымақ болды. Өзі Том жайында тым аз біледі, алайда бірнеше жыл бойы Дейзи туралы бірдеңе айтылмас па екен деген оймен күн сайын Чикаго газеттерін қарайды екен. Біз шағын жаяу жүргіншілерге арналған көпір астына сүңгіп кеткенде қараңғы түскен еді. Мен Джорданның алтын түстес иығынан қапсыра ұстап, жаймен өзіме қарай тартып, кешкі ас ішуге ұсыныс жасадым. Дейзи де, Гетсби де енді мені қызықтырмайды. Олардың орнын қолыма жайбарақат қисая кеткен мына алаңсыз да батыл, бір беткей, жалпыға бірдей скептицизм уағышысы иеленген еді. Құлағымда сен аңшы немесе аңсың, не іс-қимылға көшесің, болмаса салпақтап соңынан ілесесің деген бас айналдыратын сөз қарадай мас қылып ызыңдап тұрып алды. Ал Дейзи өмірде тым құрғанда бірдеңеге жетуі қажет еді деп күбірледі Джордан. Оның Гетсбимен жүздескісі келе ме? Ол ештеңе де білмейді. Гетсби де оның білгенін қаламайды. Сіз соны жай бір шынаяқ шайға шақырсаңызшы. Біз қарауытқан ағаштар қоршауынан өттік. Міне, саябақтың ар жағынан 59-шы көшенің қасбеті нәзік жарығын төкті. Менің Гетсби мен Том Бьюкенен тәрізді қараңғы карниз бен көз қарықтыратын жарнамалар отының арасынан бейнесі көзге ұрып тұратын әйелім жоқ еді. Сондықтан қасымда отырған қызды құшағыма қаттырақ қыса түстім. Менсінбей, бозара сәл жымиған қызды бұрынғыдан да қаттырақ қысып, ерніне төне бердім. 4-ші тараудың соңы.